Армысыз құрметті көрермен, эфирде Зейнет КЗ бағдарламасының қорытынды шығарылымы. Бұл бөлім елімізде биылдан бастап іске қосылған ұлттық қор балаларға жобасы туралы болмақ. Айта кетсек, бұл жоба аясында Қазақстан Республикасы ұлттық қорының инвестициялық кірісінің 50% мөлшері жылына бір рет кәмелет жасына толмаған ел азаматтары арасында теңдей бөлінеді. Ендеше қаражаттың нақты кімдерге аударылатыны бағдарламадағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының маңызы жайында түсіндірейік. Эфирден алыстамаңыздар. Ең алдымен ұлттық қор балаларға жобасы бойынша қаражат кімдерге аударылатынына тоқталсақ. Бағдарлама 2006 жылы және одан кейін туған Қазақстан Республикасының азаматы болып есептелетін барлық балаларды қамтиды. Биылғы жылы оған 2006 жылдың 1 қаңтары мен 2023 жылдың 31 желтоқсан аралығында дүниеге келген 6.919.131 бала қатысуда. Осы тұста ұлттық қор балаларға жобасының негізгі операторы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры екенін де атап өткен жөн. Бағдарламаны іске асыру бойынша қордың құзыретіне нысаналы талаптар мен активтерді, нысаналы жинақтау шоттарындағы жинақтарды есепке алу және төлемін жүзеге асыру міндеті жүктелген. 2024 жылдың ақпан айында 2023 жылдың қорытындысы бойынша барлық балаларға алғашқы нысаналы талаптар есептеліп, 18 жасқа биыл толатын азаматтардың нысаналы жинақтау шоттарына нысаналы жинақтар есептеліп, төлемдер жүзеге асырыла бастады. Жоба ережесіне сәйкес шотына жиналған ақшаны балалар 18 жасқа толғанда оқу ақысын төлеуге немесе тұрғын үй сатып алуға жұмсай алады. Яғни қаражатты мерзімнен бұрын қолдануға мүмкіндік берілмейді. Балаға есептелген нысаналы ақша ұлттық қордың валюталық активтерінің құрамында болып, ұлттық банк бала 18 жасқа толғанға дейін ақшаны инвестициялауды жалғастыра береді. Осылайша баланың жинағына қосымша инвестициялық кіріс қосылады. Мемлекеттік жобаға қатысты білуіміз тиіс өзге де мәліметтерді сенімді серігім Теңгедейден сұрап көрсек. Сәлем Теңгедай, балаға 18 жылда қанша қаржы аударылады және бұл қаражат баланың оқу ақысын төлеуге немесе пәтер алуды толық жаба ма? Қайырлы кеш Оразай, балалардың нысаналы жинақтау шотына жыл сайын есептелетін нысаналы талап сомасы ұлттық қордың инвестициялық қызметінің нәтижелері бойынша айқындалатын болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ұлттық қордың инвестициялық кірісінің жалпы сомасының 50% мен Қазақстан азаматтары болып есептелетін барлық балалардың санын негізге ала отырып, жыл сайын бағдарламаға қатысушы әрбір балаға нысаналы талаптардың сомасын теңдей етіп есептейтін болады. Осы айтылғандарды ескерсек, болашақта 18 жасқа толған әр балаға төленетін нысаналы жинақтар сомасы қандай болатынын алдын ала нақты есептеу мүмкін емес. Ал бала 18 жасқа толғанда қордағы ақшаны мүлде пайдаланбай шотында жатып қалса не болмақ? Қолданыстағы заңнамаға сәйкес нысаналы жинақты алушы 18 жасқа толған кезде жинақталған соманы тұрғын үй жағдайын жақсартуға немесе оқу ақысын төлеуге пайдалана алатын өзің де айтып өттің. Тіпті ақшаны шетелде білім алуға жаратса да болады. Ақша ақш долларымен түседі және нысаналы жинақтау шотында 10 жыл сақталады. Егер осы мерзім ішінде бала бұл қаражатты пайдаланбаса, онда қаржы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы оның атына автоматты түрде ашылатын жеке ерікті зейнетақы шотына аударылады. Берген ақпарыңа рахмет Теңгетай. Ал енді ұлттық қор балаларға жобасының аясында бүлдіршіндеріне қаржы түсе бастаған қазақстандық отбасы жайында сюжетке кезек берсек. Бүгінде 2 ұл 3 қыз тәрбиелеп отырмын. 5 балам да кәмелет жасқа толмаған. Үлкенім 2008 жылғы 16 жаста, кенжем 2 жаста. Оларға мемлекет тарапынан белгілі бір мөлшерде қаражат бөлініп отыр. Қазір бұл қаржы бөлінбеуі мүмкін. Бірақ олар кәмелет жасқа толғанша шоттарында қомақты ақша жиналады деген үмітім бар. Негізі бұл бастаманы өз басым құптаймын. Өйткені ол балалардың болашағы үшін маңызды. Мысалы, ертеңгі күні балаларым өседі. Әр қайсысы өз жолын таңдап оқуға түседі. Үй алғысы келеді. Сол сәтте дәл сол жиналған қаражат көмек болады. Шетелде оқуға да мүмкіндік барын естідім. Оның үстіне ұлттық қордың инвестициялық кірісіне қарай аударылып отырады екен. Демек балаларға түсетін қаржы бір мөлшерде шектеліп қалмай өсіп отырады. Әзірге кішкентайларым осындай мүмкіндік барын білмейді. Бірақ уақытты келгенде түсіндіріп жол сілтейміз.
Қазір мысалы өзім де осы жобаны бақылап, барынша ақпарат жинап жатырмын. Балаларыма шот ашылғанда еш қиындық туындамастан автоматты түрде ашылды. Болашақта осы қаражатты кәдеге жарататын кезде бәрі ойдағыдай болады деген сенімдемін. Ұлттық қор балаларға жобасына қатысты өзге де мәліметтерді, нұсқаулықтар мен өзіңізді қызықтырған сұрақтарға қажетті жауаптарды kids.npf.kz сайтынан немесе бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ресми YouTube арнасынан алуға болады. Ал құрметті көрермен, бағдарламаның биылғы маусымының соңғы шығарылымы да өз мәресіне жетті. Келесі жылы жүздескенше аман сау болайық.